Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге мақ қосылған осындай өте әдемі әрі дәмді булочки дайындаймыз. Алдымен жылы сүтімізге дрожжымызды қосып, венчикпен араластырып қойып қоямыз. Қантымызды қосамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосып, венчикпен 1 келкі болғанша араластырамыз. Біздің булочкамызға әдемі иіс пен дәм беру үшін ванилин қосамыз және 1-1,5 қасық тұз саламыз. Дайын болған массамызға ұнымызды бөліп қосып отырып венчикпен араластырамыз. Ұнымыздың барлығын қосып, қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Жарым майымызды қамырымызға қосып, тағы да илейміз. Пакетке салып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап қамырымыз ашу керек. Қамырымыз ашқанша мақымызды дайындаймыз. Мақты бірден пакетиктегі күйінде сала беруге және мен қысып, осылай кастрюльге бұрқ еткізіп қайната алсаңыздар да болады. Сол кезде иісі мен дәмі ерекше шығатын болады. Нанымызды жайып, дайындап алған макымыздың үстіне 1-1,5 қасық қант салып, нанымыздың арасына жағып, видеодағыдай ораймыз. Көріп тұрғаныңызды жасау жолы өте оңай, сіздерден бір жасағаннан шығады деп ойлаймын. Жасап көріңіздер. Дайындап алған булочкамыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, жарты сағаттай қойып қоямыз. Булочкамызды духовкаға 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Булочкамызды өте әдемі көтеріліп, қызарғанша пісіріп аламыз. Мен дәмі өте тамаша, осындай булочкамыз дайын болды. Қонаққа қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді, дастарханыңызды ашып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.